Жарайсың, жақсы болды. Келдің бе? Сенің есіміңді неге Алма деп қойған? Сондай да сұрақ болады екен. Түні бойы ұйықтамадым, бауырымды КВН-ге дайындайын деп. Әзілің әлсіз болып қалды ма? Иә, отбасылық КВН сайыс өтеді екен. Онда сендерге көмектесу керек. Әзіл жазайық, сенің есіміңді неге Алма деп қойған? Әзімхан қоймадың ғой. Мүмкін қып-қызыл, әп-әдемі болсын, Алма сияқты сондай әдемі болсын деп қойған шығар? Жоға. Мүмкін ешкім сені алмасын деп Алма деп қойған шығар? Қайдағын айтпаш, алады мені. Жарай. Мүмкін сенің есімің Алма емес, Алма шығар? Олай да емес. Әзімхан, менің есімімде нем бар, одан да бір жақсы әзіл ойлап тауып берші маған. Мысалы? Спортқа байланысты әзілдер көп болсын депті. Футбол бар ғой. Қазақстанның футболының өзі әзіл. Жазбал. Қазақстан футболы. Сосын, ары қарай? Болды. Қазақстан футбол деген жерден күлу керек қой, айналайын. Ой, бұл күлетін емес, жылайтын мәселе ғой. Жарайды. Немесе басқасын айтайық. Қазақстан футболшыларының әйелдері бар емес пе? Күйеулері үйіне келген кезде бірінші қоятын сұрақтар мынадай. Нешеден 0 боп отылдыңдар? Ай, қызық екен. Жарайды, ал сен айтшы, сенің есімің неге Әзімхан? Сосын айтайыншы саған, өтініш. Қазір бағдарламамызды бастайық. Бастайық. Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақта оны бала да сұрайды, дана да сұрайды. Хан да сұрайды, қара да сұрайды. Эфирде бұйымтай ақпаратты сазды бағдарламасы. Қой, телефондарыңды өшіріңдер деп жатыр. Қазір мен тез соңғы хабарламаларды қарап тастайыншы. Қарай сал. Мен саған мынадай хат кепті, қарам. Не дейді? Сізге қарсы қылмыстық іс қозғалды. Әр? Сізге тым әдемісің деген айғақ табылды, барлық дәлелдер бар. Сондықтан полицияға өз еркіңізбен келіңіз. Кімнен келген? Әзімхан, сенің әзілдерің бар ғой, я? Енді бағдарламаның басында бір сергіп қалсын дегенім ғой. Сергіткенің мынау болса, қорқытқаныңды сұрамайын. Таныстырайық меймандарымызбен. Олар осы заманның әзілін айтады. Олар ғашық адамның әзілдерін айтады. Олар үшін әзіл өмірдің мәні. Көңілдің сәні және атқан таңы. Олар еліміздің көңілділері мен тапқырлары. Олар қазақша КВН-нің майталмандары. Студиямызға қош келдіңіздер, өздеріңізбен қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Енді қазақта мынадай сөз бар ғой, күле білу өмір, күлкі болу өлім, күлдіре білу өнер дейді. Біздің қазіргі бүгінгі КВНшілеріміз қандай деңгейде күлдіре біліп жүр? КВН деген ол жай жоба емес, ол бір тірі организм. Оның өсетін кездері болады. Ол үнемі өсуде. Мысалы, адам сияқты, кішкентай сәби сияқты ол өсіп келе жатады. Дамиды. Оның бір кей кезде ауырып қалатын кездері болады, кей кезде көтеріліп кететін кездері болады. Бірақ үнемі ол өсу процесінде. Сондықтан қазір КВН нашар, немесе жақсы деп айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Кейбір КВНшілер бар, көрдік, естідік, кейбіреулер айтады, біз кезінде ойнаған кезде КВН кереметті, деңгей мықты еді, қазіргілер не мынау, әзіл ме деп. Әзіл арзандап кетті деп жатыр. Қазір жоқ болды. Бір маймыл айтыпты, кезінде динозаврлар бар кезде мықты еді деп. Сондықтан менің ойымша, мен маймылға теңеп жатқан жоқпын. Жалпы кез келген адам өзінің дәуірін аңсайды. Мысалы, бізде КВНнен кетіп қалдық, бірақ Әзімхан өзіңіз білесіз, былай орысша айтқанда бывших КВНщиков болмайды. Бұрынғы КВНщик болмайды. Бұрынғы КВНщик болмайды дейді. Егер сен КВН ойнасаң, ол ойын жалпы олай ойлау тәсілі жалпы ой өрісің сол бағытта жүре береді. Әзілдің қазір сапасы нашар, әзіл ұсақтанып кетті дегенде енді жалпы әзілдің үлкен сахнаға шыққан Хамиттен сұрайық.
Ал Хамит, Бұл кісі қазір ойыңызды тыңдайық. КВНнен театр сахнасына шығып, театр майталманы болып жатыр бұл кісі. Элдар тамада екені байқалып қалды. Халық айтса қалып айтпайды дейді негізі. Біз қай кезде де сахнаға шыққан кезде Жоқ. Хамид екен тамада. халық айтса, мысалы біз қай кезде де халыққа жұмыс жасау керек көп деген. Қазір Марат аға айтып отыр, кезінде санаулы командалар болатын. Осы Мәкеңдер ойнаған команданы көрдік біз. Кімдердің Елдардардың ойынын көретінбіз. Сол кездерде санаулы команда және де санаулы тұлғалар болатын. Ал қазір көбейіп кетті. Қазір Жоқ, енді санаулы деп мен айта алмаймын. жоқ, негізі көбейді. Тарихқа тереңірек үңілетін болсаң, мысалға бүкіл республика бойынша 2000 жылы бірінші ойын 99 жылы өтті. 2000 жылдары бізде республика бойынша 500-ге жуық команда болып кетті. Қазақша ойнайтын таза. Жақсы, енді Әзімхан, Хамит өзінің ойын айтып отыр. Жарайды. Мен айтып отырсам айтып қойсай жүргізейін. Жоқ, негізі былай да қазір көптеген жастар кәдімгі тез еліктейді. Мысалы, бүгін футбол көреді, ертең Мессидің футболкасын киіп алады деген сияқты ғой. Барлығы бүгін неден экраннан КВН көрсе, ертең барлығы КВНшік болғысы келеді, команда құрады, үйтеді, сахнаға шығып кетеді дағыны. Сөйтіп жаңағыдай әзілдердің сапасының төмендеп кетуі сондай деп ойлаймын мен көп. Көбісі айтады, неге Данияр Қырғызстанның атынан Мәскеуде Масляковта ойнап жатыр. Бізде Қазақстанның атынан шығуға болмас пе еді. Спартамен бірге деген сияқты болса, тағы да бір құрама жасап. Ол көбісін мазалап жүрген сұрақ, соларға сен жауап берші. Ондай сұрақтар маған жиі қояды. Туысқандарды қояды. Бірақ мұндай сұраққа былай жауап беремін. Негізі бұл Қырғызстан командасы болған өзінде бұлар Центральная Азия, яғни Орталық Азияның құрамасы болып есептелеміз. Яғни біздің құрамда қазақтар да бар, өзбектер бар, тәжіктер бар, қырғыздар бар. Шынын айтшы, қазір тәжіктер жоқ қой? Тәжіктер жоқ, бір өзбек қыз бар, және мен бір қазақ бармын, қалған барлығы қырғыз. 2004 жылы сіздің лигаларыңызда ойнап жүргенде біз армандайтынбыз. Ой, мынау Масляков ағамыздың лигасына ойнасақ қой, орындалмайтын арман ғой деп қиялданатынбыз негізі. Бірақ негізі жұмыс істесең, өзіне сондай мақсат қойсан, жетесің. Ондай мақсаттарға, армандарға жетесің. Мысалға мені бағалаған негізі Қазақстанда емес, негізі мен 2011 жылдан бастап негізі Қырғызстанда ол жерде де КВН бар. Жаңа Тамашоу қырғыз тіліндегі, орыс тіліндегі КВН бар Қырғызстанда. Сол жерде ойнай бастадық. Сөйтіп, айтқанда көзге түсіп, мені шақырды. Сондықтан мен осы Азия Микс Енді Азия Микс мүмкін ақша беріп шақырған шығар. Жоқ, онда ештеме жоқ. Өз ақша. Тегін ақша. Мәскеуде өз ақшаңа бар. Қырғызстанда өте көп ойнаймын негізі. Сонда қырғыз тіліндегі КВН-де ойнадық біз, орыс тіліндегі КВН-де ойнадық. Сөйтіп, Элдияр біздің ағамыздың көзіне түсіп, бізді шақырды. Ол өзі шақырды. Қазақстанда былай айтқанда аз ойнадық біз. Негізі қазақша КВН ойнадым Қазақстанда көбіне 2004-тен бастап 2009-ға дейін. 2010-нан бастап, жоқ, бойдақтар болып, Сатпаев қаласының бойдақтар командасы болып, қазақша КВН ойындарында біраз көзге түсіп, сонда ойнадық. Сөйтіп 2009-ға дейін қазақша КВН-де болдым. Сосын 2010-нан бастап орыс тілінде КВН-ді бастап көрейік деп, орысша КВН ойнадық. Қазақстанда көп ойнаған жоқпыз. Қазақстанда бір 3 жылдай ойнаған шығармыз әрі кетсе. Көбіне Қырғызстанда ойнадық. Сонда бірде-бір тиын төлеген жоқ. Төлеген жоқ. Өздері былай шақырғаннан кейін көрейінші, мүмкін Москваны көріп қайту, Масляковты көріп қайту арманы болған шығар мүмкін. Есесіне гонорарды тойдан алып жүрсің ғой. Сен ашып айтсай. Түсінікті, ал енді біздің тілшілеріміз жалпы осы КВН өнері жайлы зерттеп, шығу тарихына байланысты бір бейне материал дайындаған еді. Соны тамашалайық, әңгімемізді сосын жалғастырамыз. Осыдан жарты ғасыр бұрын Кеңестер елінің телекеңістігінде астарлы әзілде күнделікті өмірге негіздеген ойын пайда болды. Ойын дегеніміз дұрыс шығар, себебі бұл үлкен жобаның басында жастар еді. Олар қоғамның кемістігін түйреп алып, көрерменнің талқысына тастайтын. 50 жылда ел жаңа. Бүгінгі КВН-ді 54 жыл бұрынғы тайтайлаған КВН-мен салыстыруға келмейді әрине. Сонымен, көңілділер мен тапқырлар ойыны неден бастау алды? Қыздар, сендер бүгінгі тақырыпты білесіңдер ма? Бүгінгі ойынның тақырыбы әлем әдебиеті. Ең алғаш 1961 жылы орталық телевидениенің жастар редакциясында жаңа КВН атты тележоба дүниеге келді. Алғашында КВН көңіл көтеріп, әзілмен тербеген жоба емес, танымдық викториналық бағдарлама болды.
Яғни, бағдарламаның алдында танымдық викториналық сұрақтар дайындалып, қатысушылар оған жауап беруі қажет болатын. Ал жауабын білмеген жағдайда әзіл түрінде тапқырлықпен жауап беруге мүмкіндік берілген. Бұл жоба 10 жылға жуық өмір сүріп, 1971 жылы ресми цензура емес, тек телевидение басшылығының жақтырмауына байланысты жабылуға мәжбүр болды. 1985 жылы Кеңестер одағында қайта құру реформасының аясында жариялылық енгізілгеннен кейін КВН бағдарламасы қайта жаңғыртылып, осы күнге дейін өмір сүріп келеді. Ал қазір Қазақстанның 20-дан астам қаласында 7 лигаға біріккен 500-ден астам студенттік және 1000-нан астам мектеп командалары бар. Ал Қазақстан КВН одағы бірлестігінің биігі Есен Елеукеннің есепсіз еңбегімен байланысты. Ал енді Әзімхан, КВН өнерінің майталмандары отыр, солардың арасында сұлу да сүйкімді сіңілім Мереке келіп отыр біздің студиямызға. Мереке, өзіңе сұрақ, осы КВН өнеріне қалай келдің, несімен қызықтырды? Қиын шығар, мысалы мен өзім жүрексінетін едім КВН өнеріне баруға. Сосын көбісі айтады ғой, КВН-де тек қана еркектер ойнайды деп, иә? Қыздар ойнай алмайды деген сияқты. Қыздарға енді КВН өнерінде бір биікке жету қиын шығар. Жалпы еркек тұрып әйел сөйлегеннен без дейді. Тыңдадым ағаларында. Жалпы көп ондай жігіттерде, жалпы Қазақстан бойынша үлкен кісілерде қыздардың КВН ойнаған бір ерсі көрген. Осы уақытқа дейін жалпы сахна КВН деген ол қыздарға арналмаған деп айтып жатады. Одан соң ойнамай-ақ қойыңдарсай дейтіндер де бар. Жалпы ойнамай қойыңдарсай, ойнамай қойыңдар шиш дегендер. Қойыңдар дейтіндер бар. Бірақ дегенмен сіз өнер көрсетіп келе жатырсыз, негізі КВН-ге мен ешқашан келемін немесе ойнаймын деп бір кішкентай кезімнен армандап, ондай нәрсе болмаған менде. Сен оқып жүрген қыздар мемлекеттік университетінің арқасында келгенмін КВН-ге. Сол кезде декандар қинап жоқ, олай емес. Жоқ. Мен осы қыздар университетіне келем, өзім армандап, кәдімгідей тек қана қыздар оқиды, ешқандай жерде жоқ, кәдімгі ерекше, ризамын әйтеуір. Келдім сол оқуға. Сізді сол универдің кинозалына кірсем, Жемпидің қыздарын мазақтап, жаңа КВНщиктер әр ойынына осы Жемпидің қыздарын мазақтап қосады. Сонымен ойладым, неге олар олай жасайды? Бізде ондай емес қой, біз андаймыз, біз мұндаймыз. Жыладым, тұрдым, үйтін бір команда жауап қайтарғыңыз келді ғой. Әйтеуір білмеймін, күш қайдан келген, команда жинадым, өзім қыздарды жүгіріп жүріп, жалынып жүріп, қыздардың артынан жүгіріп жүріп, ойбай, осы КВН ойнайық, қыздар болып шығайық, себебі О кезде мен деканмын десек. О кезде мен деканмын. Себебі біз шықпасақ, қыздарды мазақ қылып жатыр деген сияқты оймен, бір намыспен шыққанмын КВН-ге. Ал біз, тұратыңыздар, КВН-ге барған кезімізде біз КВН екенін білмейміз. Өз басым не екенін білмеймін, мен ойладым, күлдіру керек, значит, анекдот ойнап берсек болады деп. Қолымда анекдот кітап бар. Соның ішінен уақыт. Жоқ, бар. 40 шақты анекдот жазып апарып, мына кісі біледі, ол кезде осы кісі. Редактор осы кісі болатын, Есен аға бар. Барып, біз ұялмай 28 анекдот ойнап бергенбіз қыздармен. Дудағының қыздар бер келіңдер деп шақырып алды. Сонымен КВН бұл анекдот емес деп, жалпы КВН-ге келуіме, КВН ойнауыма, үлкен сахнаға шығуыма себепші осы кісі Хамит Ердехан. Бағана айттың ғой енді, қыздар туралы әзілдейді, намысқа келеді деген сияқты. Жалпы осы Жемпиге, қыздар университетіне қатысты қандай намыстарыңа тиетін әзілдер болды? Жалпы әр университеттің қыздарының телефондары әртүрлі шырылдайды екен дейді. Мысалы, Казгу дейді. Мықты, Зарубе, қойды дейді, бір музыкалар ойнап. КВТУ дейді, тоже сондай енді күшті музыкалар. Жемпи дейді, ғың деп бір күй ойнап жатыр да. Енді білмеймін мен, шынымды айтсам. Неге олай әзілдедіңіздер? Жоқ, бұл кісілердің бізді Жемпиді әйтеуір әзілдеріне қосып айтқан командаларға ризамын, себебі олар болмаса мен КВН-ге шықпайтын едім. Жалпы КВН деген нәрсені білмей өтетін бедім бәлкім. Сен үнемі командада
қатал басшының рөлін ойнайсың. Неге сол рөлді алдың сен өз бойыңа? Өмірде де сондай негізі. Өмірде де сондайсың ба? Өзгермейді. Жоқ, өмірде. Аға, сіз мені білмейсіз ғой. Шынымен, мен жаңа айттым ғой, анекдот ойнаған кезімде өзім образым жеке бір өйстіп айқайлап сөйлейтін ешқандай нем болған жоқ. Ол кезінде маскамен барғам. Сөйтсем маскам шешіліп қалды, негізі мен сондай екен ғой деймін да. Жалпы өзі шынымен өмірде сондай, даусында жігіттермен көп араласқандықтан болар, сондай ер мінезді болған. Қазір енді сәл сыпайы болып, қыз болып келе жатырмын деп қояды. Себебі жас келе жатыр деп қояды. Байқасаңыз, жемпи туралы әзілдер азайтты. Негізі мереке. Жақсы, енді мерекенің КВН-ге қалай келгенін түсіндік. Бірақ қазір КВНшілер көп болып кетті. Екінің бірі КВНші десек, артық айтпайтын шығармын. Әр КВНші тамада. Иә, оған қоса тамада. Жалпы осы КВН өнеріне не үшін келеді? Ақшаның көзі деп біле ма? Әлде мына жаңағы Гарик Мартиросян дейміз, Светлаков сияқты бір үлкен деңгейге жетіп, бір танымал болғысы келе ме? Не үшін келеді жалпы КВН өнері? Сен жауап берші. Ол себеп, мен жалпы енді өтірік айтпай қойын, бізде жайдан жай бүйтіп КВН сахнасына келе салған жоқпыз. Менің КВН сахнасына келу себепшім ол Марат Оралғазин. Мен мектепте 10-шы сынып оқушысымын. Бұл кісілер командасымен біздің мектепке практикант болып жұмысқа келді. Кәдімгідей сабақ береді. Мәкең сол кезде балаларды жинап алып, бұларға мектептен характеристика керек. Осындай студент практика өтті, осындай дүниелер істеді, осылай болды деп. КВН үйретті, сөйтіп қызығушылық тудырды. Кәдімгідей негізі ол кезде енді сізде де болған шығар, жалпы КВН ойнап жүріп бастапқыда енді мектеп дайындаумен айналысасың, сол арқылы өзің шыңдайсың. Мараттың өзін үлгі тұтып КВН-ге келдің ба, әлде жалпы осы өнерге деген қызығушылық пайда болды? Бұл кісілер қызығушылық тудырды. Бұл қыздар көп қарасын деп келдім. Ал енді мақсатың орындалды ма? Орындалды. Ризасың ғой? Ризамын. Былтыр үйленді, сөйтіп қойды ғой КВН-ді. Жалпы КВН сендерге не алып келді? КВН деген ол, егер дұрыс жағынан қарайтын болсаң, дұрыс жағынан дайындалатын болсаң, адал жұмыс істесең, ол бір үлкен мектеп. Гусман айтпақшы, школа телевизионного мастерства, яғни телевизия шеберлігінің мектебі десек те болады. Мінекей Есен Әзімхан аға болсын, мінекей Хамид, Данияр, барлығы қазір телевидение жұмыс жасап жатыр. Мінекей қазіргі таңда Ресейді былай қойып, тіпті Қазақстанның өзінде барлық жерде КВНшілер. Сіздердің ізбасарларың бізге қонаққа келіп отыр. Тәтті КВН командасы. Ол сіздерде Жайдарманда... Тәтті құрама, иә. Тәтті құрамасы... Өткен жылы республикалық Жайдарлы жас ұлан ойындарының чемпиондары. Мен ол туралы білемін. Сол балаларымызды ортаға шақырайық, әзіл тыңдайық, күлейік. Тамаша. Сәлем қыздар, жігіттермен сосын сөйлесем. Енді қыздарға жаным жақын, жүрегім нәзік. Егер мені тағы да көргілеріңіз келсе, 182-ші мектепке келіңіздер. Ал бұл жай ғана жарнама. Жігіттер, сендерде қандай жаңалық бар? Менде жаңалық бар. 50 оттенков серого деген кино шықты. Көрмедік па? Ол бізге арналған кино емес. Қайдан білесің? Көрдім. Директордың баласымен қарапайым бір оқушы ерегісіп қалса қалай болады екен? Төбелеспей тыныш жүрсеңдер болады ғой. Ақылдарың бар ғой. Мектеп сендерге төбелесетін жер ма? Ақылдарың бар ғой. Төбелеспей жүрсеңдер. Ақылдарың бар ғой. Төбелеспей жүрсеңдер. Мектеп сендерге төбелесетін жер емес, бұл оқитын жер. Оқыса, төбелеспей жүрсеңдер болады ғой. Бір мектепті басына көтеріп, төбелеспей жүрсеңдер болады ғой. Апай, мен ғой директордың баласы. Сен ба директордың баласы? Төбелеспей таптыныш жүрсеңдер болады ғой. Ақылдарың бар ғой, берге бер. Журналдың басында бірінші тұратын баланың айтқан сөзі. Құдай не шығармас екен, Құдай не шығармас екен. Кейінгі кезде көшеде жиі кездесетін жағдай. Ассаламағалейкум аға, хабар арнасы
500. Автокресло ГАИ-ға өзім жауап берем, аға. Кеттік жіттер. Қазақ тіл сабағында болған жағдай. Несі пайдасынан тақтаға қазақ тіл дәптеріңмен шық. Мәңіз ағай. Мен саған орыс тіл дәптеріңмен емес, қазақ тіл дәптеріңмен шық дедім ғой. Келісіп етті ағай. Сонда сен бір дәптерге 2 банан арнап жүрсің ба, бар күнделігіңді әкелсес. Ағай күнделік үшінші өтті. Не мынау, айтшы, не мынау, а? Ертең мектепке ата-анаңмен кел. Папа ұрыспаш. Папа деме мені. Папа ұрыспаш. Папа деме мені. Папа ұрыспаш. Папа деме мені. Мені әке де. Қазақ әліпбиіне кірмей қалған әріптер. Балалар, бүгін сіздермен бірге біз қазақ әліпбиіне кірмей қалған әріптер жайлы өтеміз. Мысалы мынау қандай әріп? Білмейміз. Бұл А деген әріп қандай әріп? А. Мысалы, біздің бәйтеректің ұзындығы 91 метр екен. А. Көрдіңдер ме, қандай пайдалы. Амма келесі әріп балалар, қандай әріп? Білмейміз. Бұл деген әріп қандай әріп? Мысалы, бір жалғыз адамдардың жалғыз отыратын жерлері болады. Міне кіріп бар жатып, көрдіңдер ме, қандай пайдалы. Амма соңғы әріп балалар, қандай әріп? Білмейміз. Осы сендер не білесіңдер, а? Бұл деген әріп қандай әріп? Мысалы, сен тұрыш. Мынау сабағын жақсы оқи ма? Көрдіңдер ме, қандай пайдалы. Бүгінгі сабақтарыңа бәріңе 2. Жарайды, бәріңе 4. Бәріңе 5. Аха! Бізге Евроодақтың одағы маңызды емес. Бізге 3-ші А сыныбы мен 4-ші А сыныбының одағы маңызды. Бізге жанармайдың арзандағаны маңызды емес. Бізге сынып қорының арзандағаны маңызды. Сіздермен бірге болған мамаларының ерке ұлдары тәтті құрамасы. Өте талантты жігіттер екен. Кішкентай болса да қандай Кәдімгі өзіңнен кішілерді көріп, қартаясын деген осы. Бұдан кейін қалай тамашаға кетпейсің мәге? Енді міне КВНшілердің мақтанатында тұстары бар. Жаңа Данияр өзіңіз айтып өттіңіз, тойларға шығып тұрамыз деп. Сіздер тамада ретінде шығып өнер көрсететін шығарсыздар мүмкін. Бірақ естіп қалып жатамыз, тойға қазір КВНшілер мына брейк билетін бишілер бар ғой. Сол сияқты ортаға шыға салып, мына үлкен табақтарын қоя салып, сөйтіп табаққа ақшаларын салып тұрамыз. Ол кір келтірмей ме жалпы КВНшілердің атына? Ол негізі брейкерлер. КВНшілер мен ондай көрмедім, естімедім. Негізі брейкерлер келеді да, Иә. микрофон алып, КВН сияқты өтірік өнер көрсетіп алып кетеді ақшаны. Сендер қазақша да КВН ойнадыңдар, орысша КВН де ойнадыңдар. Баяғыда да ол пікірлер болды, қазірде бар екен әлі күнге шейін. Мына қазақша КВН орысшаға қарағанда төменірек екен. Сапасы. Қалай келісесіздер ме, жоқ па? Менің өз ойым бар, бірақ мен айтпай қояйын, сіздерден сол. Оның екеуінің де өзінің көрермені бар менің ойымша. Мысалы, орыс КВН-і ол қанша? Неше жыл, 54 жылдан бері қалыптасып жатқан тарихы бар. Қазақша КВН қанша бір 15 жыл бар, 20 шақты жыл бар, иә? Биыл 16 жыл толады. 16 жыл. Яғни ол қалыптасып келе жатыр. Бағана бағдарламаның басында айттық, ол бір тірі организм. Сондықтан оның әлі алар белестері алда. Бірақ сөйтсе де қазіргі таңда менің ойымша қазақша КВН деңгейі, ауқымы, жалпы ұйымдастыру жағынан келген кезде қазақша КВН менің ойымша дес бермейді орысша КВН. Әзіл сапасы бойынша ше? Әзіл сапасы бойынша енді орысша КВН-де қазір керемет болып жатыр деп айта алмаймын. Екеуі бір деңгейде, себебі екі жақта да бір командалар ойнайды. Мен ойымша былай айтайын, кезінде орысша КВН мықты болатын бізде Қазақстанда. 2008-9-ға дейін мықты болатын. Ал қазір қазақша КВН әлде қайда мықты, мен ойымша. Жалпы мен сендер дұрыс. Қазақ КВН-да эфир бар. Өйткені қазақ КВН ойнаған бала танымал. Көшеде шықса 10 адамды қойса, 10 адамның бір 5-еу ол баланы таниды.
мынау мен сен бір жерден көргем дейтіндер де бар. Орысша КВН-де қазір эфир біресе бар, біресе бірде бар, бірде жоқ. Орысша КВН-де енді қазір тіл мәселесі, тіл дамыту мәселесі қазақшаға қарай көп бөлініп жатыр. Ол жақсы негізі. Шүкір дейік, қазір тіл дамып келе жатыр. Жастар қазақ тілін насихаттайды. Қазір кез келген ойын-сауық орталығына келіп, бір батыстың тағамын жейтін фастфудқа келіп, сәлем десең, саған қазақша жауап береді. Қазақ КВН-нің бүгінгі бет алысы қандай? Осы жайлы келесі бейне сюжетіміз тамашалайық. Дина, туған күнмен. Рахмет. Туған күнмен. Нешеге толып жатсың? 28-ге. 28-ге? Иә. Мә, 2 жылдан кейін 30-ға толып екенсің ғой? 2 жылдан кейін, қайда жақсы бол сен, 1 жылдан кейін әскерге алмайды сен. Қой, бізді қыздар шақырмайды әскерге. Неге шақырмайды? Олар аспаз, еден жуушы деген керек емес пе сонда? Қойше, әскерге желәнем жоқ. Әзіл айтуда өнер. Иә, жайдарман ойындар туралы пікір әртүрлі. Үлкендер жағынан мақтау есту қиын әрине. Ал жастардың көбі көңілділер мен тапқырлардың өнерін бір көруге ағылып жататыны рас. Орта буынның ұната бермеуінің себебі бар. Әзілдері әлсіз дейді олар. Ал қазіргі заманға болашақтың көзімен қарауға үйренген буынның ойы басқаша. Анықтап қарай білсең, жайдарманның әр әзілінің астарында қоғамның мұңы жатыр дейді олар. Мәселе кімнің қалай жеткізе білетіндігінде ғана. Шыпырыл жағадан алса, әрі қарай оға төтеп беретін ойда қарастыру керек. Сондықтан да бір сөзбен айтқанда мықты болу керек. Қазір еліміздегі КВН көп сынға алынып жатыр. Бірақ ТМД аумағында өнері өрге домалап тұрғаны да бар. Сенсация КВН тобы 2011 жылы Сочиде Мәскеу лигасына жолдама алды. Ал өткен жылы Қырғызстанда өткен Орта Азия кубогын ұтып алған команда. Тек Қазақстанда ғана емес, шетелге барып өз өнерлерін көрсетіп жүрген жігіттерге бәрекелді дейік. Соңғы уақытта көпшіліктің көңілінен шығып жүрген топтардың бірі Намат, яғни көшпенділер командасы. Олар 2014 жылғы ұлттық лиганың чемпионы, Қырғызстан Республикасындағы қысқы кубоктың иегері. Қазіргі таңда жайдарман ойындарында өнер көрсетіп жүр. Бұл топтың көңілді биі, шынайылығы, ұтымдылығы, еңбек қорлығы көрерменінен оң бағасын алып үлгерген. Демеушіміз болашақ командасы жайдармандағы стильдері ерекше, мықты, әзіл арқылы шындықты астарлап көрсететін командалардың бірі. Жасыбай толқыны 2012 сайысындағы бас жүлде демеушіміз болашақтың алғашқы жетістігі. Көрерменнің көз айымына айналған. Жайдарман ойындарының ең белсенді тобына сәттілік тілейміз. Артынан бір көңілді ән қоймайсыңдар ма, адамды түңілткенше? Енді ойладық қой, осы әннен кейін ойланатын шығар кішкене кетейінші. Қазақ КВН-інің шашпауын көтеріп, оны дамытуда өз үлестерін қосып жүрген барлық әзілқой жастарға айтарымыз біреу-ақ. Әзілдеріңіз әр қазақтың жүрегіндегі сүзгіден жеңіл өтсін. Қоғам соны қалайды емес пе? Хабар арнасындағы бұйымтай бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Хамид, енді келесі сұрағым өзіңізге. Осыдан біраз уақыт бұрын Шу қаласынан келген шучу командасының өнерін тамашаладық. Жаңағы анашаны бір насихаттағандай көрінді. Олар өзінің наркоманның жаргон тілінде сөйлеп, ұшамыз деген сөздері, мысалы, халықтың зәресін ұшырып отырды. Ол бір жеркеніштігі көрсетсе бір жөн ғой, оны бір үйреніңдер деген сияқты бір әсер қалдырғандай болды. Осы редактураға кім жауапты? Негізінде бұл мәселені көп адам айтады, дегенмен де оны терең қозғалатмасақ, мысалы әр елдің салты басқа еттері қара қасқа дейік, әркім өзінің ауданында болып жатқан глобалды мәселені насихаттай отырып, ол өзінің ауданы жайлы басқалардың да көзқарасын өзгерту керек. Мысалы суықты суық қайтарады дейді ғой, медицина тілімен айтатын болсақ, ол шу деген кезде қалыптың психологиясына қалыптастырған нәрсе, оны шучу командасы ойлап тапқан жоқ. Шу десе халық сондай бір әзілдерді күтіп отырады, олар
сол әзілдерді айта отырып сіздер соңғы жағына үңілетін болсаңыздар, дегенмен де балдардың бір деректі ойы, ұтымды әзілдері, ұтымды өтімді сөздері бар. Енді оны басқаша да жеткізуге болады. Түсініп отырмыз, бұл мәселе әлі де талқыланып келе жатыр. Дегенмен бұл проблеманы басқаша да жеткізуге болады ғой. Ұшамыз деп, бүйтіп аспанда ұшып жүргенде не қалдырып отыр ғой. Ол дұрыс емес қой негізінде. Сценаристер кім жазады бұл әзілді, жаңағы редакторлар бір қарап, кішкене былай сөздерді басқаша келтірсеңіздер, халық дұрыс түсінбеуі мүмкін деген сияқты бір айтатын адамдар бар ма? Айтатын адамдар бар, дегенмен де сол Щучок командасының қазіргі ойындарын қарасаңыздар, ол бағыттан өзгеріп, ол басқаша насихаттайтын болған. Себебі олар бірінші үлкен сахнаға шыққан кезде халықтың бәрі сондайды күткендіктен олар басын солай бастатқан әзілдерінің. Сіздер егер сол ойындардың соңғы жағын қарасаңыздар, ол кәдімгі жақсы әңгімемен, әдемді, ұтымды ойлармен бітіріп жатқан кездері бар. Ресейден емес, басқа мемлекеттен келген команда міндетті түрде өзін жамандайды. Масляковты айтып беріңдер, мен өзім түсінбеймін. Байқасаңыз, Астана KZ казаки КВН тобы ондай айтқан жоқ. Менің ойымша Астана KZ тобының Нұрлан Қоянбаев ағамыздың Тұрсынбектің жазған еңбегі ерен. Біз солармен бірге автор ретінде барып жүрген кездеріміз болды. Негізі бұрын Қазақстан ассоциациясы қандай түйе, дала, қымыз ғана тұғын. Біздің жігіттер барды КВН арқылы, өнер арқылы, ол жөнінде басында айтты, бірақ өздерін біраз уақыттан кейін керісінше қазақтар бай, қазақтар дегенде мұнай. Яғни стереотипті сындырып басқаша қылдыңыз. Біз осы сезонны сөйттік. Яғни соңғы бір 10 жылдың ішінде, менің ойымша, жалпы КВНнің, Москвадағы КВНнің қазақтар жайында дұрыс стереотип қалыптастыруға керемет еңбек салды деп ойлаймын. Себебі мен Москваға барам, сол кезде 2005 жылы Сочиға барған кезде, Москваға барған кезде қазақтарға деген көңіл күйді білдім. Бәрі былай қарайды, ойбай түйе бағады, қой бағады, әйтет бүйтет, қымыз ішеді. Сондай ғана да менсінбей қарайды. 2010-да барып көріңізші Москваға, басқа жерге. Уже қайдан Қазақстанасың ба? Деньги, ақша. Бір рет Киевке бардық. Бір таксист кісі тұр. Вы откуда? С Казахстана. Хотите, я вас отвезу на национальном казахском автомобиле? На каком? Land Cruiser 200 дейді. Білет сонда. Сондықтан, менің ойымша, басқаларын білмеймін енді. Астана KZ тобының, қазақ КВН тобының жалпы біз туралы стереотипті қалыптастыруға жақсақ. Ол жігіттер мен қыздарға, ұйымдастырушыларға әрине бәріне рахмет айтамыз. Біздің мемлекет туралы шетелде жақсы айтып жатса мақтанасыз. Қазір Ресейде қазақтарды жақсы таниды. Қазіргі таңда КВНшілердің қозғап жүрген мәселесін көрейік. Бізге қонаққа Алмалы КВН командасы келіп отыр. Қандай тақырып қозғайды екен? Соған назар аударайық. Танимын оларды. 1945 жыл тұтқынға түсіп қалған қазақ. Танкілердің саны неше айтасың ба? Айтпайым. Әскерлердің саны қанша айтасың ба? Айтпайым. Жасың нешеде сен? 21-де, сенікі ше? 35-те? Кешіріңіз аға, 30 жасыңыз үлкен екен. Айтпайсыңдар ма маған? Ей, танкілердің саны қанша айтасың ба? Айтпайым. Өте виртуозды дирижер. Көреміз, әрбір жанұяда осындай бала болады екен. Қалайсыңдар бәке? Амансыңдар ма? Алло дейм, алло дейм. Бір минут. Алло, алло,
Бәке, ана жол тойдан қалай қайттыңдар? Аман сен қайттыңдар ма? Алло, дейм. 1 минут тоқташы бәке, 1 минут. Алло? Алло? Айтпақшы бәке, мен не үшін хабарласып тұрмын? Ана жолы қарызды қашан қайтарасыңдар? Алло? Алло? Супермаркетте болған жағдай. Кешіресіз. Сіздің балаңыз, а? Иә, менің балам. Сүйкімді екен, сізге ұқсайды екен. Папасы қайда? Папасы командировкада. Командировкада ма? Көреміз кинотеатрда болған жағдай. Алло? Иә, жан. Кинодамыз. Кинодор. Қайдым? Мейрамханадамыз. Кинода жан. Қуасың ба? Әйелім звондап отыр. Әйелім. Жаным, кинодамыз. Әзілдеп отыр достарым ғой. Кинодамыз. Қуасың ба? Әйелім звондап отыр. Әйелім. Кино көрейік онда. Түнгі клубтамыз. Түнгі клубта. Мейрамхана түнгі клуб. Қыздар. Сенің әйелің звондап отыр. Сіздермен бірге болған құрамында бір шымкенттік жоқ, нағыз алматылық команда. Алмалы сұлулық әлемді құтқарады. Бәрекелді. Жақсы балалар, ертең бұларды Мәскеуден атып шығады ма деген үміт бар. Енді бүгін біздің бағдарламаға қонақ болып келіп қалдыңыздар. Сіздермен әңгіме дүкен құрғанымызға біз ризамыз. Бағдарламаның аты Бұйымтай. Көкелеріңізде бір сұрақтар болса, бұйымтайларыңыз болса, айта отырыңыздар. Тағы бір рет мен өзім досым Мырзабек Еркебұланды Спарта КВН командасы жоғарғы лигада үлкен жетістік. Жоғарғы лиганың жартылай финалын өтумен құттықтаймын. Менің ойымша болашақта чемпион болуға лайық командалар көп Қазақстанда. Барлығымыз жасампаз болайық, креативті болайық, азамат болайық. Ой, бәрекелді. Ал енді мен Бұйымтайымды жан жақтан кете берейік. Жалпы негізі көкіректі тырнайтын нәрселердің бірегей. Қазіргі жастардың қоғамға көзқарасы, заманның қалай болса тақияңды солай ки деп бекерге айтпаған ежелгі бабаларымыз. Сондықтан да қазір мына әлеуметтік желі біздің заманымыздың ағымы екен деп азынан кара кешке дейін сол компьютердің алдында болмаса телефонды шұқылап жүру ол бір өзіміздің бір үрдісімізден ауытқып бара жатқан сияқтымыз. Қарап отырсаңыздар, кітапханаларда кейбір кітаптардың су жаңа әлі парағы ашылмағандығын көріп шамалы қынжылып қаламын. Мен өз басым кітапты жақсы көремін, көп оқимын, соның бір салдарынан болар. Мен өзім техникалық вузды бітірсем де қазір сайрап әйтеуір тойды да жүргізіп жатырмыз. Диплом темір жолдікі болса да қазір бір телеканалда тікелей эфирді де жүргізіп жатырмыз. Оның барлығы әйтеуір біріншіден сахна КВН-нің әйтеуір ұйытқуы болды, себепші болды. Ал одан кейін қазір мына тамаша әзіл сауық отауы қайтадан аяққа тұрып жатыр. Соған актер болып қабылдандым. Оның өзі бір осы КВН сахнасы бізге не береді деген сұраққа мен өзімнің жеке ғана менің өміріме үңілсеңіздер, мысалы әлеуметтік желіге кіріп соған жауап ала аласыздар деп ойлаймын. Бұйымтайлар көп болсын, бұйымтай бітпесін елде. Рахмет. Енді біздің айтар Бұйымтай мына жоғарғы оқу орнында отырған басшыларға құлақтарыңызға алтын сырға жалпы сіздердің қара шаңырақтарыңызда бір КВН команда болып жатса, не болмаса бір өнерге, не болмаса басқа салада сіздің қара шаңырақтарыңыз танытам, не болмаса бір ұмтылыс болса қолдау көрсетіңіздер. Барынша сол сұрайтын. Бұл мәселе сонау біздің кезімізде де болған, әлгінге ол бар. Кейбір мысалы Ресейде қазақ командаларына неге сенбейді? Өйткені бізде ол осы ақша мәселесі, қаражат мәселесі. Сіздер жақсы дейді, өнерлеріңізге тәнтіміз, өтіп кетесіздер, бірақ келмей қалуларыңыз мүмкін. Мысалы Сургутта не болмаса бір андай кочевой лигалар болады, бір қаладан бір қалаға көшіп жүре береді. Сонда ойын
5 қалада болады да. Сол Тольяттиде болса, келесі Самарада болады, одан кейін Орскта болса, сөйтіп. Сол үшін жүру үшін қаражат керек. Жалпы көмектесейік жастарға. Менің бұйымтайым, құрметті КВНшілер, су ішкен, құдыққа түкірмеңіздер, қай жерден шыққандарыңызды біліп жүріңіздер. Жалпы қай лига болсын, қандай басшы болсын, баршамыздың шыққан жеріміз бұл қазақша КВН. Әрқашанда осы қазақша КВНді бастаған Алматай апайымызды әрқашанда сыйлап ойларыңызда жүрсін. Және де жақында бізде 1-4 ойын болады. Мәскеуде бізді жартылай финалға өтеміз деген үлкен сенімдеміз. Бізге сәттілік. Сәттілік. Бұл қырғыздарға айтылған сөз, қазақтарға. Жоқ, бұл жалпы орталық Азияға, жалпы орталық Азияға. Ал енді менің бұйымтайым жалпы қыздардың намысын, қыздардың атынан шығып жүргендіктен, құрметті жігіттер қауымы, қыздарды әрқашан сыйлай біліңіздер. Себебі қыздар соған лайық деп ойлаймын. Қазақ әрқашан қызын сыйлап, төрге қойған, төрге отырғызған. Автобуста орын бермесеңіздер де өмірде сыйласып жүрек. Көп рахмет енді қыздар, жігіттер, келгендеріңізге көп рахмет. Біз Алма екеуміз біраз ақпарат жинап алдық сіздердің арқаларыңызда, Қазақ КВН өнері дамыса, біз тек қана қуанамыз. Әрине. Көп рахмет. Сондықтан тек қана сәттілік, шығармашылық, табыс сендерге. Бүгін бір естен кетпес бағдарлама болды. Енді бауырыма біраз әзілдер ала баратын болдым. Әзімхан, сен білесің бе? Адамның бүкіл өмірінде 2 күн ғана маңызды екен. Қандай? Өмірге келген күнің және өмірге не үшін келгеніңді түсінген күнің. Дұрыс айтасың. Өмір қамшының сабындай қысқа. Сондықтан әрқашан күліп жүрейік және не үшін күлгенімізді біліп жүрейік. Бүгінгі сыйымыз осы, көтеріңкі көңіл іздесеңіз. Әдемі өмір іздесеңіз, бізге бұйымтай сұрай келіңіз.